сіздермен бірге GuyG мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Ең алғашқы видеода біздер менің құрамыммен танысамыз. Негізгі құрамында сәлем, сіздермен бірге GuyG менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біздер менің негізгі құрамыммен танысамыз және де бір-екі қызықты фактарды ашатын боламыз. Негізгі құрамның қақпашысы Эмилиано Мартинес, әлем чемпионы. Бұл карточка біздерге тегін келген болатын заданиедан. Қорғаушылар солдан оңға Жоан Капдевилья. Қазіргі уақытта Кипр спортсмендерінің ең көп қолданатын сол жақ қорғаушысы. Бұның бағасы аз емес, миллион монет тұрады. Биылғы жылы Тоти ивентінде маған повезло, себебі мен екі Тоти карточканы алған болатынмын. Олар екеуі де орталық қорғаушылар. Біріншісі Эдер Милитао, Реал Мадрид командасының орталық қорғаушысы. Көріп тұрғандарыңыздай жылдамдығы да, қорғанысы да, физикасы да өте керемет. Екінші орталық қорғаушы бұл Virgil van Dijk. Бұның жылдамдығына мән бермей қойыңыздар. 88 болса да бұл көптеген шабуылшыларды оңайлықпен тоқтата алады және де бұның қорғанысы максималды түрде жасалған. Және де бұл кісіде деп айтайын, пастары өте керемет, жақын пас, алыс пастарды ол жақсы бере алады. Келесі оң жақ қорғаушы Маркос Кафу. Статистикасы қазіргі уақытта орташа болып саналғанмен, бұның өзі 700 мың монет тұрады. Шамамен 700 мың монет тұрады. 680 мың мен 700 арасында. Және де көптеген ойыншылар бұны жақсы қолдануда қазіргі уақытта. Мен де соның ішінде бармын. Орталық жартылай қорғаушылар біріншісі опорный полузащитник ол Филипп Лам. Көріп тұрғандарыңыздар жылдамдығы, пасы және дриблингі 87 және де қорғанысы 90. Опорный полузащитник үшін өте керемет статистика. Физикасы әрине кішкене төмендеу, бірақ та ол өзінің жұмысын жақсы атқара алады. Келесі менде құрамында екі бокс-то-бокс бар. Біреуі ол ең үздік АПЛ-дың жартылай қорғаушысы ол Яя Туре. Скорості 78 болғанмен, бұл карточкада ленфи режимі бар, ол скорості өте жақсы көтереді. Және де защитасы 80 болғанмен, бұл жақсы қорғанып, пасында, дриблингінде жақсы өзінің қолдана алады. Екінші бокс-то-бокс ол Родриго де Пауль. Барлық статистикасы 80+, бокс-то-бокста өзін жақсы көрсетеді. Шабуылшыларға келетін болсақ, атакующий полузащитник Мейсон Маунт, әлем чемпионаты карточкасы. Бұл карточка СБЧ-да 10 жетонға айырбастаған болатынмын. Көбі бұл ойыншыны қолданбайды, бірақ мен лондондық Челсидің фанаты болғандықтан бұл карточканы мен лондондық Челсидің фанаты болғандықтан осы карточканы фан карточка ретінде қолданамын. Келесі ол Харри Кейн, Тоти номинант карточкасы. Жақсы. Келесі карточка бұл Тоти номинант Харри Кейн. Ең бірінші көзге түсетін статистика бұл әрине удар немесе соққы, барлығы максималды түрде жасалған және де пасы. Форвардтар үшін бұндай пас бола бермейді. 90 жақын және алыс пас және де видение поле 92 өте керемет статистика. Бұл шабуылшы именно форвард үшін және де дриблингі да жаман емес. Бірақ та бұл карточканы скорості 86, бұл көптеген қорғаушылардан қашып кете алмайды. Сондықтан составтарыңызға қоятын болсаңыздар кішкене сол жағын ескерсеңіздер. Менде бұл карточка столбта ойнайды, баспен сол немесе навистарды замокать етуге жақсы келеді. Екіншісі менің құрамамның лидері және де жұлдызы
Португалияның легендасы. Бұл Эусебио, әлем чемпионаты карточкасы. Бұл керемет статистикалар көріп тұрғандарыңыздай 93 жылдамдық, 94 соққы, 92 дриблинг, барлығын максималды түрде ойында қолдана аламыз. Және де бұл ойыншы менің құрамамда 180 ойын ойнап, 140 гол және де 110 голевой пас берген болатын. Енді қосалқы құрамға өтетін болсақ, біріншісі Гарет Бейл, 93 рейтинг. Бейл өзінің футболдық карьерасын аяқтаған болатын. Соған орай eSports осы карточканы шығарды. Бұлар Опенда екеуі екінші таймның ортасынан бастап шабуыл шебіне шығып, өздерінің скоростарын максималды түрде қолданып, көптеген пайда әкеледі. Және де тағы да бір әрдайым қосалқы құрамынан шығатын ойыншы ол Энсо Фернандес. Жақында ғана Челси құрамасына ауысты Бенфикадан. Бұл карточка өте керемет. Родриго де Паульді екінші таймда 100% орнын жабады. Және де екі қорғаушы бар. Көбіне екінші тайм соңында немесе овертаймда шығады. Бұлар Джеймс Тавернер және де Эрик Баи. Тавернер ол Капдевилли мен Кафудың орнын ауысып тұрады, ал Баи егер Милитао немесе Ван Дейк шаршап қалып жатқан жағдайда орындарына шығып өзінің жұмысын керемет атқарады. Және де Политано мен Беллагры бар. Бұлар ойынға менен көп шықпайды, бірақ керек кездерінде бұларды мен ойынға қосып тұрамын. Осымен менің құрамама обзор аяқталды. Ендігісін пактарға орын берейік. Магазинде қазіргі бар, екі пак бар. Бұл біреуі 75 мың тұрады, біреуі 80 мың тұрады. Ішінде фьючерстарстың жетондары бар. Соларды бірінші ашып алайық. Содан кейін күндерді ашуға өтеміз. Көрейік. Бұл жерде 85 плюс бар. Португалия, бойынша бұл жерде Эдуард Менди және Мемфис Депай бар. Өте керемет. Жаңағы айтқан фьючерстар жетоны Альденченко жібереміз. Екінші құрамадағы 75 мың тұратын пак Курика. Бұл жерде 85 плюс полигон бар. Бұл жерде өкінішке орай ешкімнен басқа ешкім жоқ. Көріп тұрғанымыздай бірінші болып қайтып келді. Бұл Челси құрамасында қайтып келген болатын жақында. Бұны жібере салайық. Енді сонымен қатар мен бүгінгі түні Weekend League-ін ойнап болған болатынмын. Бұл жерде мен 10 победа, 10 поражение алғанмын. Наградалармен таныса кетейік.
көріп тұрғандарыңыздай барлық бактарды аштық. Өкінішке орай бізге не повезло. Сонымен қатар кумир багын мен ашқанымды видеоға жазылмай қалыпты, сондықтан келесіде обязательно ашамын. Назарларыңызға көп рахмет.